Саламатсыздар ма, студенттер? Модуль 2, статистика, физика және термодинамика. Жоспар. Молекула кинетикалық теория негізгі ұғымдары, молекула кинетикалық теориясы негізгі теңдеуі, термодинамика, тасмада құбылыстары. Молекула физика және термодинамика бұл көптеген атомдар мен молекуладан тұратын денелерде жүретін макроскопиялық процестерді зерттейтін физиканың бөлімі. Молекула физика бұл заттың құрылымы мен қасиеттерін молекула кинетикалық тұрғысынан түсіндіріледі. Термодинамика бұл термодинамикалық тербелістік күйдегі макроскопиялық жүйелердің қасиеттерін, осы күйлердің ауысу процестерін зерттейтін физиканың бөлімі. Міне көріп тұрғанда, егер біздерде Цельсий шкаласы берілсе, оны міндетті түрде абсолют шкала, яғни Кельвин шкаласына айналдырамыз. Яғни 273,125 20 градус болса, осыған қосасыздар. Дене құрылымының молекула кинетикалық теориясы деп, барлық денелер жеке бейберекет қозғалыстағы бөлшектерден тұрады деген көзқарас негізінде макроскопиялық денелердің қасиеттерін, жылу түсініктерін беретін ілімді айтады. Молекула кинетикалық теория негізінен қысқаша МКТ деп айтады. Негізгі үш қасиеттен тұрады. Барлық денелер бөлшектерден, атомдардан, молекулалардан, оң және теріс зарядтаған иондардан тұрады. Бұл жөніндегі ақиқаттылығы көптеген физикалық бақылаулар мен тәжірибелер жүргізу арқылы дәлелденген. МКТ-ның негізгі көзқарасына ең нақты дәлел болатын мысалдар Браундық қозғалыс және молекулалық диффузия құбылысы. Міне көріп тұрғандай суреттегідей. Макроскопиялық жүйелердің физикалық қасиеттері негізінен екі әдіс бойынша зерттеледі: статистикалық және термодинамикалық. Статистикалық әдіс бұл статистикалық заңдылықтарға сүйенетін көп бөлшек саннан тұратын жүйені зерттеу. Термодинамикалық әдіс жеке бөлшектердің қозғалыс сипатын және зерттелетін дененің ішкі құрылымын ескермей, әртүрлі энергияның түрлену негізіндегі жалпы бүкіл жүйені сипаттайтын шамалар. Жалпы біздерде молекуланың масса өлшемі, салыстырмалық және молекулалық масса авогадро саны. Молекулалық физикада атомдар мен молекулалар сипаттайтын физикалық шаманың бірі олар массалар. Әртүрлі денелер молекуласының массасы бірлік ретінде көміртек изотобының масасын алады, 12-де 1 бөлігі. Ол атомдық масса бірлігі деп атайды. Бір атомдық масса бірлігінде 1,76 10^-27 килограммға тең екен. Заттың салыстырмалы молярлық молекуласы МР деп аталады. Яғни ол бір молекула массасының көміртек атом массасының 12-ден 1 бөлігінің қатынасын айтады екен. Зат мөлшері деп берілген жүйе бөлшектерінің құрылымдық элементтерінің санына пропорционал шаманы айтады. Оны моль арқылы жазуға қабылданған. Массасы 12 көміртегіндегі моль арқылы жазу қабылданған. Массасы көміртегінде қанша атом болса, сонша молекуладан тұратын зат 1 моль деп аталады. Оны авогадро тұрақтысы деп аталады, яғни Na, яғни 6, оның 23 дәрежесі, мольдің -1 дәрежесі. Ертең, Дальтон заңы. Газ қоспасының қысымы осы қоспаға кіретін барлық газдардың үлесті қысымдарының қосындысына тең. Бұл тең болады P1, P2, тағы сол сияқты Pn-ға тең. Молекула өлшемі бұлайша анықтауға болады. Бір молекуланың алатын көлемі зат көлемінің ондағы молекулалар санына қатынасы. Мына формулада көріп тұрғандай, бұл тең болады V бөлінген N, N бөлінген ρ көбейтілген Na, немесе N ρ Na. Мұндағы ρ заттың тығыздығы. Енді біздерде келесі формулаларды айтып кететін болсақ, жалпы газ күйінде 3 күйде бөлінеді: газ, қатты дене, сұйық. Мына жерде графикте көріп тұрғандай, бұлардың потенциалдық энергияларының арақашықтыққа байланысты графигі берілген. Жалпы біздерде идеал газ молекулалардың өзара әсерлесуінің елеусіз аз шама болғандықтан айтады. Молекулалардың өзара әсерлесуі олардың соқтығысу кезінде серпінді соқтығысу әсерінен болады. Жалпы олардың жылдамдықтары орташа арифметикалық жылдамдыққа тең. Енді біздерде келесі формулаға алатын болсақ, идеал газ айтқан кезде міндетті түрде қысым түсіріледі. Қысым бірлік ауданға нормаль бойындағы тұрған әсер ететін күшті айтады. Жалпы қысымды P деген әріппен белгілейміз. Бұл F бөлінген S-ға тең.
жалпы денелер макроскопиялық параметрлер қысым, көлем және температуралар. Жүйенің жылулық тепе-теңдігі деп оның барлық макроскопиялық параметрлері қай уақытта да ұзақ өзгеріссіз қалуын айтады екен. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда жаңағы Цельсий мен Кельвин шкалаларының арасындағы байланыстарды көрсетілген, яғни судың қызып қайнауы, яғни 0 градустағы мұз температурасына алады, төменгі температура. Енді біздер жалпы қарапайым тәжірибелерге сүйенетін болсақ, біздер мұнан Больцман тұрақтысын анықтайды екенбіз. Яғни абсолют температура мұны айтып кеткендей Т болады, Т плюс 273-ке тең. Енді температура, яғни 1 Кельвин Цельсий шкаласы бойынша 1 градус 1 Кельвинге тең деп алатын болсақ, мына жерде молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы формуласы берілген. 2-ден 3 каты, мұндағы К мана айтып кеткендей Больцман тұрақтысы. Ол 1,38, оның минус 23 дәрежесі жол бөлінген Кельвин. Молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі Т болады М каты. Мұндағы М деп тұрғанымыз концентрациясы, К Больцман тұрақтысы, Т температура. Енді жалпы жағдайда газ температурасы барлық денелерде бірдей жүретін болса молекулада, онда олардың орташа квадраттық жылдамдығы мына теңдеу арқылы беріледі. Т болады 3 каты бөлінген М нулевой. Енді біздерде әрі қарай жаңағы молекула кинетикалық теория немесе күй теңдеуі деп айтады. Кейінгі уақытта Менделеев-Клайпер теңдеуі дейді. Жалпы Менделеев-Клайпер теңдеуін шығару үшін біздер мына қысым, көлем, температура 3 параметрге байланыстырып теңдеу шығарамыз. Яғни 1/21 теңдеуді көріп тұрғандай, осы біздерде Менделеев-Клайпер теңдеуі. Мұндағы R универсал газ тұрақтысы, ол Больцман тұрақтысының Авогадро санының көбейтіндісіне тең болады. Енді біздер изопроцестер, егер параметрлердің біреуі өзгеріссіз өтетін процесс болса, ол біздерде изопроцестер. Енді олар бізге 3-ке бөлінеді: изотермі, изобар, изохора. Изотермиялық процесс ол температура тұрақты болатын процессті айтады, оны Бойль-Морисан деп айтады. Оны графикте көрсетілген, яғни температура тұрақты болғанда қысымның көлемге қатынасы, яғни арасындағы байланыс, яғни гипербола сызығымен беріледі. Содан кейін изобарлық процесс. Изобарлық процесс кезінде біздерде қысым тұрақты болатын процесс гель-люсек заңы деп айтады. Яғни оның графигі түзу сызықпен көріп тұрғандай. Бұл 1/2-ке, Т1/2-ке қатынасы 1/1-ге тең болады. Үшінші изохорлық процесс. Изохорлық процесс көлем тұрақты болып өтетін процессті изохорлық процесс деп айтамыз. Изохорлық процессте жазықтығындағы графигі изохор деп аталатын түзу сызықпен беріледі міне. Яғни көлем тұрақты болғанда П1-дің Т1-ге, П2-ның П2-ге қатынасына тең. Немесе пропорция түрінде мына түрде алуымызға болады екен. Жалпы молекулалық физикадағы негізгі тоқталатын формулалар мына түрде болады. Бірінші молекула саны, малярлық масса, молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеулері, энергиялары, жаңағы температура, көлем, қысым тең болғандағы негізгі теңдеулер. Енді нақты күйін теңдеуін біздер жаңағы Менделеев-Клайпер теңдеуіне бір өзгеріс енгіземіз. Яғни соны біздер Ван дер Вальс теңдеуі деп атайды екенбіз. Жаңағы Менделеев-Клайпер теңдеуіне мына теңдеуде бір өзгеріс енгізіп отыр. А және Б тұрақты шамалар. Б молекуласы өлшеміне байланысты үлкен молекула үшін оның мәніне үлкен болады. Мына жерде мына өркештер берілген, мына графикке байланысты. Бұл Ван дер Вальстың изотермалары деп атайды. Яғни көріп тұрғанда жоғарғы температурада идеал газ изотермаларын ауытқу күштілігін көрсетіледі. Бұл термодинамика бойынша негізгі теңдеулер жалпы есепте шығарғанда бұл формулаларды біздер пайдаланамыз. Бір атомды газдың ішкі энергиясы, жылу мөлшері, денен жылу сыйымдылығы, буланғанда бөлінетін жылу мөлшері, балқу процесіне бөлінетін жылу мөлшері, жанғанда бөлінетін жылу мөлшері, қыздырғыш, газ атқаратын жұмыс, термодинамиканың бірінші бастамасы, жылу балансының теңдеуі, жылу қозғалтқыштық пайдаланысы коэффициенті, идеал газ күйінің теңдеуі. Тасымалдау құбылыстары бұл физикалық жүйеде электр заряды, масса, импульс, энергия, энтропия тағы басқа физикалық шамалардың кеңістікте таралуын айтады. Диффузия дегеніміз концентрация жоғары ортадан концентрация төменгі ортаға заттарды көшіруі.
Жалпы диффузия құбылысын алғаш рет швейцар физигі Фиг ашқан. Фиг заңы, яғни белгілі бір массаның тығыздық градиентіне қатынасы ауданға және уақытқа тура пропорционал. Мұндағы б деп тұрғанымыз диффузия коэффициенті 3-тен 1 в орташа, лямбда орташаға тең. Яғни біздерде содан кейін соқтығысу санының формуласы түбір астына 2 пиді квадрат м в-ға тең. Диффузия тасымалдаған уақытта мына заттардың белгілі бір қарапайым тәжірибелер. Содан кейін молекуланың екінші ұзындығының формуласы 1 бөлінген түбір астында 2 пиді квадрат м-ға тең. Мұндағы м деп тұрғанымыз концентрация. Жылу өткізгіштік бұл материалдар өзінің қалыңдығы арқылы бір беттен екінші бетке жылуды тасу қасиеті, егер температура айырмасы болса, өздеріңіз көріп тұрғандай. Жалпы жылу өткізгіштікті біздерде негізінен мынандай формулалар арқылы беріледі, яғни Фиг формуласымен. Келесі тұтқырлық. Тұтқырлық кезінде сұйық қабаттардың бір-біріне жанына бұйымын әсер ететін құбылысты айтады. Тұтқырлық үшін Ньютон заңы берілген. Диффузия коэффициенті мана айтып кеткендей 3-тен 1. Осындай біздерде негізгі бүгінгі дәріс бойынша негізгі тақырыптар осындай. Сұрақтарын болса қоюға болады, студенттер. Назарларыңызға рахмет.